Баршаңызға сәлем. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Түймедақтың гүлі дәрілік өсімдік ретінде көптеген ауруларға ем. Осы видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің аз ғана әрекеттеріңіз мені шабыттандырады. Түймедақтың гүлінен жасалған дәрілердің жел шығаратын, қабынуға қарсы әсер ететін, тер шығаратын, ауырған жерлерді тыныштандыратын, денедегі бұлшық еттердің тырысуына қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Сонымен қатар қан тоқтататын, микробты жоятын, өт айдайтын, етеккірдің келуін реттейтін дәрі ретінде қолданылады. Халық медицинасында өсімдік гүлдерінен тұнбасынан жасалған дәрілерді асқазанның ауруы, асқазанның жарасына, тоқ ішектің қабынуына, бауырдың, бүйректің ауруына, қуық суықтау ауруларына емдеу үшін қолданылады. Дене сыртындағы іріңді жараларды ванна жасау арқылы ревматизм ауруына байланысты буындардың сырқырауын да ванна жасау арқылы емдейміз. Тамақ бездері мен тіс иектерінің қызаруы мен қабынуын ауыздың тамақты шаю арқылы қолданыламыз. Түймедақты шаштың қайысқақтарды да кетіретін қасиеті бар. Түймедақ өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдік құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетіңізді ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарын танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасымен тұмауды, баспаны, яғни ангинаны емдеп жазуға болады. Және қызуыңыз көтерілсе, қызуды түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауыңызды басып, тыныш ұйқыға кетуіңізді қалыптастырады. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданылады. Ол бет терісіндегі қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазартуға көмектесе алады. Түймедақ гүлінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашыңызға да тигізетін пайдасы өте көп. Мәселен, шашты тазалап, сусабымен жуып болғаннан кейін, гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабының құрамындағы зиянды химиялық заттарды залалын ауыздықтап, шашыңызды қайтып орнына келтіріп, әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлайды. Жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалған емдік шайлар тыныштандырады. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлінің бір шай қасығын бір стақан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағаттай тұндырып қойып, ұйқыңыз қашқанда немесе қатты шаршағанда 1 шай қасық бал қосып төсекке жатар алдында қабылдаса, түні бойы ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергек оянасыз. Жел айдайтын да қасиеті бар. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлінің 6 бөлігі мен шүйгін шөптің, яғни валериана тамырының 4 бөлігін зеренің
тимейін, бір бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысын бір ас қасық алып, үстінен бір стакан қайнаған суды құйып, 20 минутқа тұндырып қоюыңыз керек. Дайын шайда таңертең кешке жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынған уақытта мұндай дертке шай қурай, дала қырық буыны, түймедақ гүлі мен қырмызы календула шөптерінен бір шай қасық алып, үстінен жарты литр су құйып, тұндырып қоясыз. Содан соң 30 минут тұнған шайымызды 5-6 рет күніне қабылдайсыз. Баспа, ангинаға да осы шөптердің тұнбасынан шайсаңыз болады. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі мен жөке ағашының, яғни липаның 2 бөлігін 20 грамын алып, осы бір стаканға қайнаған су құйып демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын болған тұнбаны күніне 1 рет шаю керек. Ал бүйрек ауырса, түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар, іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін бір ас қасықтан дәл осылай тұнбаны ішу керек. Естеріңізге саламыз, басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал кетіретін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдер үшін де мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестенің бұл кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдер барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақ тұмау кетіретін, тамақ ауруын, ангинаны кетіретін тамақ шаю арқылы жүкті әйелдерге қолданылуға болады. Баршаңызға ем болсын, ауырмаңыздар.